Қарапайым ғана заттардан ерекше жылдам дайындалатын тағам түрін дайындаймыз. Ол үшін қазанымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Етімізді салып, суы тартылғанша жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып қуырамыз. Көкөністеріміздің барлығын төрт бұрышты майдалап турап аламыз. Кейін сәбізімізді де салып жақсылап қуырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша қалаған дәмдеуіштеріңізді салып, үстінен 1-2 ас қасық көлемінде соевый соусымызды қосып жақсылап қуырып, үстіне етіміз батып тұратындай етіп су құйып аламыз. Bir араластырып, бетін қиғайлап жауып, аяу отта бүлкілдетіп 1 сағат көлемінде жақсылап бұқтырамыз. Міне осылай суы тартылып, суы қоюланатын болады. Енді сарымсағымызды және де болгар бұрышын салып, араластырып, қатты отта 1-2 минут аралығында қайнатып аламыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Гарниріне кез келген гарнир ұсынуға болады. Мен шашыраңға күріш және пюре жасадым. Жасап көріңіздер, өте керемет болады.